Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарман. Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алып ұшып тұрған жастық шақтың қадірін жас келген кезде ғана білеміз. Оған дейін жаспыз деп жүре береміз, мән бермейміз. 20 жасында сәтті адам болуға алғашқы қадамыңды жасай алуын үшін сен мынандай 20 дүниені білуін тиіс. Ең бастысы денсаулық. Көп адамдар денсаулыққа 20 жастарында мән бермейді. Өйткені 20 жаста бәрі жақсы көрініп тұрады. Арықта оңай, жазылып кету оңай. Бірақ бұл тек жастықтың денсаулығы. 30-дан кейін дененің бітімі өзгереді, арықтау қиынырақ болады. Сондықтан қазірден бастап аптасына 3 рет спортпен шұғылданып, 8 сағат күніне ұйқы, 2-3 литр су ішіп, дұрыс тамақтану керек. Ақшаны сақтай білу керек. Қазір ақшаны тауып құртып жүру оңай көрінеді, бірақ ертеңгі күн жұмбақ. Ең болмағанда тапқан ақшаның 10-15%-ын сақтап қойыңыз. Бұл ақшаны қиын кезде не кейін қолдануға болады. Сенімді банкке салып қойса болады. Саяхаттаңыз. Заттардың көбісі тозады, ал естелік өмір бақи сақталады. Саяхаттау жаңа елді көрсетеді және басқалардың өмір сүру мәдениетін көру арқылы өзіңіздің қателіктеріңізді және артықшылықтарыңызды байқауға болады. Саяхаттау арқылы әртүрлі дінді, түрлі ұлтты, адамдарды теңдей қабылдауды үйретеді. 30-ға дейін аз дегенде 50 кітапты оқып бітіру керек. Не оқығыңыз маңызды емес, өзіңізге ұнаса болды. Оқу сіздің сөздік қорды және сіздің ойлау қабілетіңізді жоғарылатады. Достар және керекті адамдармен өзіңізді қоршау керек. 18 бен 25 жас аралығындағы көптеген адамдар келіп кетіп жатады. Оған онша мән бермеу керек. Жаныңызда тек адал достарды қалдырыңыз. Еш нәрсенің мағынасы жоқ. Өмірдегі ақшаның бәрі, ұрысу, адамдардың сөздері, қиындықтар, ұят, мұның ешқайсысы ешқандай мағынасы жоқ. Өмірде сізді бақытты қылатын дүние ғана мағыналы, қалғанына мейлі. Өмірді және өзіңізді оңай қабылдаңыз. Психикалық денсаулық өте маңызды. Егер сізді түсініксіз сезімдер жауласа, немесе әрдайым жаман көңіл күйде не өзіңіздің өміріңіз мәнсіз деп ойласаңыз, психологтың көмегіне жүгініңіз. Психологиялық тұрғыда өзіңізді емдеу ұят емес, ол өзіңізді жақсы көретініңізді көрсетеді.